Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтінмен жұмыс жасау. Сабақтың мақсаты мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру, құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою. Бағалау критерийлері. Компьютерде мәтін теруді біледі, мәтінді қиып алады, ғаламторды пайдалана алады. Мәтінді тізім түрінде жасайды, жазады және түсінеді. Мәтінді түрлі түсті бояумен меңгереді, сәйкестендіре алады, ғаламторды қолдана алады. Мәтіндік редактор деген не? Мәтіндік редактордың мәтіндік құжатты құруға, түзетуге, өңдеуге және пішімдеуге, оны басып шығаруға мүмкіндік беретін программа екенін сендер білесіңдер. Ал мәтіндік процессордың мүмкіндігі мәтіндік редактордан да күрделірек болып келеді. Word мәтіндік процессорында мәтінмен жұмыс жасауды қазір үйренеміз. Жұмыс үстелінде тінтуірдің оң жақ шетін басқан кезімізде бізде контекстік мәзір пайда болады. Контекстік мәзірден создать батырмасын басып, соның ішінен біз документ Microsoft Word таңдап аламыз. Таңдаған құжатымызға атау береміз. Атау бергесін тінтуірдің сол жақ шетірмесін 2 рет шертеміз. Бізде Microsoft Word документі құжаты ашылды. Енді сендер құжаттың жоғары жағына қарасаңдар, бізде мәзірлер пайда болды. Енді әрбір мәзірді басқан кезімізде астынан құрал саймандар тақтасы шығады. Енді бүгін біз главная басты мәзірдегі құрал саймандарды қарастырамыз. Енді біз қазір вставить батырмасымен таныс боламыз. Ол үшін бірінші, үшінші жазып аламыз. Үшінші сынып. Осыны біз көшіріп алу үшін не істейміз? Көшіріп алу үшін тінтуірдің оң жақ шетірмесін басып, ерекшелеп аламыз. Ерекшелеп алғаннан кейін, мұнда бізде копировать батырмасы бар. Копировать батырмасын басып, өзіміздің керек жерге орналастырамыз. Мен төменге түсіремін. Enter батырмасын басу арқылы төменге түсіріп, мұнда вставитті басамыз. Вставитті басқан кезде бізде қойылды, 3-ші сынып деп төменге. Немесе дәл осылай қоя аламыз. Немесе пернетақтадан біз Ctrl-V батырмасы арқылы қоюға болады, көшіріп алған. Ал көшіріп алу үшін біз Ctrl+. Бұл бізде көшіріп алу батырмасы. Ерекшелеп алу үшін, мысалға, біз бағананы тінтуірдің оң жақ шетін басып, ерекшелеп алдық. Осы Ctrl+C батырмасымен белгілеп көшіріп аламыз, Ctrl+V батырмасымен қоямыз. Копировать, вставить. Енді біз құжатымызды қалай жауып тастаймыз? Біз құжатымызды файл, закрыть батырмасы арқылы жауға болады, немесе бізде жоғары жақта X батырмасын басып жауып тастауға болады, немесе пернетақтадан Alt F4 батырмасын басу арқылы. Alt F4 батырмасын басу арқылы жауып тастауға болады. Енді тағы да қарасаңдар, бізде жоғары жақта найти, заменить және delete деген 3 батырма бар. Бұл батырмалар бізде не қызмет атқарады? Найти деген батырманы басатын болсақ, бізде өзімізге құжаттағы керек сөйлемді немесе жазатын болсақ, ол бізге тауып береді. Мен қазір мына жерге мысалға 3-ші сынып деп 3 деп жазайын. 3 бізде тауып берді. Енді 3-ші сынып бізге тауып берді. Заменить батырмасын басып, 3-ті мысалға мен 4-ке ауыстырайын. 4-ке айырбастаймын. 4-ке ауыстырды бәріне. Енді артқа
егер біз қателескен жағдайда кері қайтару үшін біз мұнда кері қайтару батырмасы бар, кері қайтару, немесе пернетақтадан Ctrl Z батырмасы арқылы кері қайтуға болады. Мысалға жазған жазуымыз қате болатын болса, Ctrl Z батырмасын басатын болсақ, ол кері қайтарады. Енді видео батырмасы, бұны біз ерекшелеп алу үшін керек, бұл бізге бәрін ерекшелеп алу үшін. Бұны пернетақтадан жасау үшін бізге Ctrl A батырмасы арқылы бәрін белгілеп алуға болады. Мысалға Ctrl A-ны басатын болсақ, бұл бүкіл құжаттағы жазуды белгілеп, ерекшелеп алады. Енді құжатымызды қалай сақтаймыз? Құжатты сақтау үшін біз файл, сохранить как батырмасын басып, компьютерден өзіміздің керек орынға сақтап аламыз. Рабочий стол дейміз да. Сақтап, документімізге ат беріп, сақтау батырмасын басу арқылы сақтап аламыз. Бүгінгі сабағымызды бекітіп кетейік. Пернелер үйлесімен қызметтерін сәйкестендіріңіз. Яғни Ctrl S бағдарламасын басқанда не қызмет атқарады? Ctrl A бағдарламасын, A пернесін басқанда не қызмет атқарады? Ctrl Z пернесін басқанда қандай қызмет атқарады? Бүгінгі сабағымызды қорытындылап кетейік. Программаны іске қосу үшін төменде берілген әрекеттер шатастырылып тұр. Сол әрекеттерді реттілікпен жазыңыз. Қазір төменде сіздерге ссылка беріледі тест сұрақтарына. Осы ссылкаға кіріп, бүгінгі сабақты қорытындылап, бүгінгі сабаққа байланысты тест тапсырып кетейік. Сабақты қалай түсінгендеріңді смайлик көрсетіп, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.